Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Күнде бір тағамды дайындай беруден шаршасаңыз, сізге осы рецепті ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, тез дайындалады, жасап көрсеңіздер болады. Ендеше кеттік. Ең алдымен бізге осындай алдын ала дайындалған фарш керек және алдын ала пісірілген жұмыртқа керек. Ең алдымен фаршты қолымызға алып, лепешка етіп жасаймыз. Содан соң ортасына жұмыртқаны салып, фарш пен жұмыртқаның сыртын осылай дөңгелек етіп қаптап шығамыз. Отбасы мүшелерінде қанша адам бар, сонша жұмыртқа керек болады. Осылай фарштың ішіне жұмыртқаны салып, осындай котлет дайындаймыз. Міне, фарш ішіндегі жұмыртқа котлетіміз дайын болды. Орысша яйцо по-шотландски дейді. Енді бізге панировочный сухарик керек. Ол жоқ болған жағдайда үйдегі наннан жасап аламыз. Міне осылай нанның жұмсағын алып үгітеміз. Міне осылай дайындаймыз. Осылай үй жағдайында наннан жасап алсаңыздар дұрыс болар еді. Енді бізге 2 шикі жұмыртқа керек. Оны бір бөлек ыдысқа саламыз. Содан соң мұқияттап араластырамыз. Енді котлетімізді жаңа дайындап алған үгітілген нанға оратып аламыз. Содан соң жұмыртқаға оратамыз. Қайтадан үгітілген ұнға оратамыз. Міне, кәдімгідей Рафаэлло сияқты болып шықты, осылай етіп барлығында жасап шығамыз. Міне осы котлетті дайындаудағы ең басты жұмысымыз аяқталды. Енді осы котлеттерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша духовкада пісіруге болады, немесе майға қуырып пісіріп алсаңыз болады. Міне қайнап тұрған майға котлеттерімді салып, қызарғанша пісірем. Қараңыздаршы, өте әдемі, күшті, дәмді болып пісіп жатыр. Осылай дайындасаңыздар болады. Бәріне ұнайтын болады. Міне, котлетіміз дайын болды. Күнде бір рецепті дайындаудан шаршасаңыз, анда-санда осындай етіп пісіріп тұрсаңыз, барлық отбасы мүшелеріне, әсіресе балаларыңызға қатты ұнайды. Қараңыздар, мен міне кесіп қарап жатырмын. Өте сочный, өте дәмді, керемет болған. Қараңыздар, түрінен көрініп тұр. Осылай жасаңыздар, жасалу жолын көрсеттім. Өте оңай, көп уақытта алмайды. Осылай менімен бірге осы рецепті жасап көріңіздер.
Сау болыңыздар. Айтпақшы сіздерге айтайын дегенім, күшті осы видеоға комментария жазсаңыздар, сіздерге сыйлығым бар.